Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік. Сіздермен біраз үзілістен кейін қайта кездесіп отырмын. Бұл жолы міне май мейрамдары, мамыр айының мейрамдарының арқасында 3-4 күн демалыс берілгендіктен сіздермен мына киіз үйде кездесіп отырмын. Айтайын дегенім осы, киіз үйдің жабдықтарын үлкен кісілер біледі, кейінгі жастар біле ме, білмей ме, соған қысқаша тоқталғым келіп отыр. Біле жүрсін, ести жүрсін деп. Киіз үй дегенімізді елдің бәрі, бүкіл қазақ әрине біледі. Атамыз алаш, керегеміз ағаш, киіз туырлықты, ағаш уықты қазақпыз деген аталы сөз бұрыннан бар. Оны айтып қалдырған ата-бабаларымыздың негізгі баспанасы болып табылады. Киіз үй тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі, тіпті оған көршілес елдердің де тұрақ жайы. Солай бола тұрса да, оны қастерлеп ұстап, ғасырдан ғасырға оның мән маңызын өзгертпей жеткізген біздің қазақ халқы екенін әрдайым мақтаныспен айтамыз дейді. Бұл деректер сол Сейіткен Жахмет атамыздың әдет ғұрыптар жиған терген деген кітабынан алынып отыр. Шығу тарихы біздің заманымызға дейінгі ғасырларда пайда болған киіз үйді біздің халық қасиетті, киелі қара шаңырақ деп дәріптейді. Өйткені киіз үй қазақтың тұрағы, құтты мекенжайы, еншісі, баспанасы, мүлкі, мақтанышы деп бағаланады деп жазылған. Киіз үй жайлы айта беретін болсақ, деректер өте көп. Егер қысқаша айтатын болсам, киіз үй неден құралады? Жай ғана тоқталып өткім келіп отыр. Мен осы 4-5 жылдан бері ғана қызығып, осы орысша айтқанда хоббиім десе де болады. Жылда Жамбыл облысы Жуалы ауданына келіп тігіп, демалып, жаздың күндері күн ыстық шілдеде салқындап демалып кететін әдетіміз бар еді. Сонан кейін бағалап, құрап, сіздерге көрсетпек ойым осы болған еді. Киіз үйдің құрылысына келсек, ол бір-екі ауыз сөзбен айтып таусыла салатын нәрсе емес екен. Киіз үй сүйектері деп аталады. Ол ағаштан құралған заттарды айтады, сүйектері деп. Шаңырақ. Бір шаңырақтың құрамында бірнеше атаулары бар. Шеңбер, оны тоғын дейді екен. Күлдіреуіш, қаламдық, кепілдік дейді. Ал уық, ол қаламы, уықтың иін бауы, кереге, қанат дейді. 6 қанат, 8 қанат, 12 қанат деп керегенің көбейгеніне байланысты атауларды өзгеріп отырады. Керегенің құрамында ерісі, сағанақ, балашық, көгі, желкөз, торкөз, азат көз деген атаулары бар. Есікті сықырлауық, маңдайша, бақалық, босаға, табалдырық, бақан, қазықтан тұрады. Бір есіктің өзінде осындай атаулары бар. Баушулары деп айтылады екен, киіздері мен шилерін былай деп айтады. Киіздері түндіктен тұрады, туырлықтан, үзік, дөдеге, шымши деген заттан тұрады екен. Арқан баулары, басқұр, аяққұр, түндік бау, белдеу, жіп, құр, үзік бау, уық бау, үш бау, жел бау, таңғыш бау, және тарту арқан, жел арқан, белдеу арқан деген атаулары бар. Әрі аталған заттардың өзіндік орны бар. Қалай дұрыс құрылғанына қарай өте мығым, берік, анша-мұнша желдерге кәдімгі мызғымас тұратын
өте қолайлы үй. Соңғы кездерде міне бір аптадан аса уақыт жел тұрды біздің өңірде. Біздің өңірде емес, Жамбыл облысында емес, тек Қазақстан бойынша. Бұрынғының кісілер айтқан екен, еріксе 2 күн, желіксе 7 күн тұратын жел тұрды. Сол желдердің алдында 2-3 апта бұрын құрылған үй, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, ұшқан жоқ, орнынан қозғалған жоқ, мызғымас күйінде тұр. Егер айта беретін болсақ, үйдің жиһаздарының өзіндік аттаулары бар. Ұлттық тағамдар, ыдыстар, киіз үйдің ішіндегі керек заттардың бәрінің өте аттары өте көп. Мен тек қысқа айтқаның өзінде жиһаз және мүліктерінің қысқаша түсінігінің өзі бір талай нәрселерден тұрады. Адалбақан, асадал, әбдіре, сандық, сандық қап, жағлан. Жағлан деген сөзді бірінші рет естуім, ол сыртын былғарымен қаптаған сандықтың түрі екен жағлан деген. Қобдиша, жүгаяқ, кебеже, төсек ағаш, шабадан, кілем, түскиіз, текемет, алаша, көрпеше, сырмақ, талдырма. Талдырма дегенде де бірінші рет естуім, ол жұмсақ төсеніш киіз екен, талдырма деген. Тулақ, шыпты, шыпта. Ол ас тұратын жерді қалқалап қоятын ши екен, шыпта дегеніміз. Құс төсек, жастық ағаш, бөстек, кір салғышта болған екен бұрындары. Және де боқша, жүк жапқыш, шатыр дегенде болған екен. Шатыр дегеніміз ол жауыннан, ыстық күн көзінен сақтандыратын, тез құрып, демде жиналатын баспана дейді. Осы киіз үйге байланысты бір сипаттама оқып бергім келіп отыр сіздерге. Бұрын Шернияз ақын деген ақын болғанын білесіздер. Сол Шернияз ақынның киіз үйге берген мынандай сипаттамасы бар екен. Жырдың тууына мынандай жай себеп болған екен. Баймағамбет деген ақын Шерниязға қыз алып беріп, басына үй тігіп, алдына мал салады. Алайда малдың біразын алып қалмақ сылтаумен Шерниязға шарт қояды. Сен ақын болсаң, осы үйдің ішкі тысқы жабдығын бөгелмей өлеңмен айтып бересің. Айта алмасаң, малдан айырылғаның дейді. Сонда Шернияз ақын киіз үй жайлы былай деген екен. Әкеңнің бір атасы қоян жырық, босаға маңдайшамен табалдырық. Кереге 6 қанат алтын оқ, шаңырақ күлдіреуіш оған жуық. Төрінде сандық айтар төремін деп, есік айтар әр нәрсе көремін деп. Ернін жалақ қылыпты жомарт ожау, көрінгенге қолғайыр беремін деп. Ожау айтар қазанға қақталдым деп, жүгіріп отайнала шәйнек жүрер. Қылығым не құдайға жақпады деп. Кетпен айтар ағашқа басталдым деп, балта айтар барлығына тақсалдым деп. Текемет төрде жатқан сала ауру, жақсыға жаманға да тапталдым деп. Ыстыққа қол батпаған, шөміш батқан, сықырлап төсек ағаш жылап жатқан, қылмысы бұл жалғанға жаққан тұтқыш бетіне қазан ұстап күйе жаққан. Асылып керегеге ішік тұлып, толғайып тұз баспақ тұр іші толып. Мейманды үйге келген күтіп алып, құман тұр отбасында келін болып. Туырлық өзік белдеу ши дөдеге шалқалап түндік жатыр дәл төбеде. Орнықты бәйбішеде қара саба, астында орындықтың мыс дегене. Тағы да мен айтпаған күнің қалды, қабағыңда түтілмеген жүнің қалды. Қабыңда түтілмеген жүнің қалды. Шелек қайрақ ұстара адалбақан, отбасы ошаққасы күлің қалды.
Тағы да мен айтпаған осы қалды. Ыңыршық пен ашамай қосы қалды. Тосыннан төре жарлық қылғаннан соң, бұл шерің сөз таба алмай шошып қалды. Орамды қызыл тілдің орағымен шеріңде одан бұдан қосып алды. Болғанда топай құлға асық қалды, аяққатта қырғышпен қасық қалды. Тосыннан төре жарлық қылғаннан соң, бұл шерің жауап таппай сасып қалды. Хан мақтап бәрекелі дегеннен соң, бұл шерің тағы да өсіп тасып қалды деп сыннан сүрінбей өткен екен. Міне, айта берсек, киіз үй жайлы өлең жырларда біраз бар екен. Осыған байланысты сөздер әлде қолданады киіз үйге байланысты. Мысалы, шаңырақ дейміз. Шаңырағың биік, кереген кең болсын деген сөз тойларда әлде айтылады. Себеп шаңырақ деген ол киелі мүлік, атадан балаға мұра болып келе жатқан үйді қара шаңырақ деп құрметтейтін бәріміз де білеміз. Қара шаңыраққа сәлем беру, одан дәм тату, ежелгі халықтың жоралғысы. Шаңырақ деген сөз үй, отбасы деген тұтас ұғымды да бейнелейді. Жаңа үйленгендерден шаңырақ көтерді дейді. Шаңырағың биік болсын деген батаның ең үлкені болса, шаңырағың ортасына түссін деген қарғыстың ең ауыры болып саналады. Шаңырақты аттамайды, көшкенде жеке түйеге артып, ол көш басында жүреді екен. Қыз ұзатылғанда мініп келген көлікті шаңырақ түйе дейді. Бұл көлікке ұзатылатын қыздың шешесі, жеңгесі, сіңлілері ғана отырады. Тыныш отыр, шамаңды біл дегенді білдіру үшін шаңыраққа қара деп ескерту жасайды дейді. Керегеге байланысты да сөздер көп екен. Мысалы, кереген кең болсын деген бата, үйің кең, қонағың көп, берекелі үй бол деген сөз деп жазылған екен. Міне, айта берсе өте көп әңгімелер. Мысалы, біз айтып жатамыз ғой, киіз үйдің есік көрген деген сөз неден қалған? Ол, былай айтқанда, осы киіз үйдің есігін жайлы айтылған сөз. Киіз үйдің есігіне байланысты айтылатын ұғымдар өте көп. Әркім өз үйін алтын босағам деп дәріптейді. Есік көрген деген ұғым күйеуден қайтып келген әйел дегенді білдіреді. Күйеудің алғаш келуін есік көре келді дейді. Оның босаға аттар деген ырымы да бар. Табалдырық аттады деген өте жақсы сөз, келін боп түсті дегенді сыпайылап, құрметтеп айтқаны. Босағаны керме, табалдырықты баспа деген тыйымдар әдептілікке шақыратын осы күнге шейін әлі де қолданамыз. Бөтен үй деудің орнына жат босаға деген ұғымды да қолданатын айтылады. Ши, мысалы, үй сабау, киіз үйдің тағы да бір қасиетті әрбір бөлігі жайлы әңгімелер өте көп. Оның бәрін келесі жолы сіздермен тағы да бөлісемін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Осы каналға тіркеліп, жазылуды ұмытпаңыздар. Пікір білдіріп, комментарий жазсаңыздар, өте риза боламын.